Міне мына тізім бойынша мынандай тізім келді. Бұл жерде артикул товар ретінде код көрсетілген, содан кейін товардың атауы көрсетілген. Осы тауарлардың барлығын сіз 1С-ке енгіздіңіз. Енді Intel Price-қа қалай беріліп жатқанын тексеру үшін Intel Price-тың ішінде 1С UT деген мәзір бар, соны ашасыз. Мына жерге товардың атауын қоясыз. Іздеу батырмасын басасыз, міне шығарып тұр. Суреті артикул дилері 42-780 дейді. Тексерейік, міне 42-780. Қалған тауарларды өзіп тексересіз. Егер тауарды қойып тексерген кезде тауар шықпаса, мен мына сияқты, онда мына атау 1С-ке енгізілген жоқ деген сөз. Немесе 1С, көрдіңіз ғой не? Еті триммер дейді. Атауы бөлек енгізіліп тұр. Триммер электрический 6К деп тұрған, мұнда еті деп беріп жатыр. Каспий неме 1С-іңіз. 1С-тегі атауын өзгертіңіз, тура осы сияқты берсін. Сонда ол атауымен шығатын болады. Вот енді мына тауарды міне қарап отырсаңыз, артикулы мен Каспий коды жоқ. Оны қайтып толтырасыз. Артикулы 76-148 екен. Так, 76-148. Ал Каспий кодын былай іздейсіз. Былай басасыз, Каспийді ашылады мына жерде. Еті 15-42 дейді, соны іздейсіз мына жерде. 15-42 міне тұр. Каспий коды міне тұр. Осыны көшіріп аласыз да, мына жерге қоясыз. Бітті. Осы уақыттан бастап мына товар автомат түрде мына немемен Каспиймен байланыстырылған болады. 39.500 деп бағасын беріп жатыр. Сіз 1С-ке басқа бағаны енгізіп отырсыз ғой, мен соны сөйтіп шығып тұр. Ал дүкенге бұл 46.610 теңге деп шығарылады. 18%-ық қазір үстінен қосылып тұр. Болды осымен. Осылай тексересіз. Қосымша сұрақтар болса жазыңыз, біз сізге осылай видео түсіріп жібереміз.